Тілеубаева Жанна Ақпышаққызы 1984 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданында дүниеге келген. Алғаш мектеп табалдырығын номері 130 Абай атындағы орта мектепте аттап, 2001 жылы аталған мектепті бітірген. Студенттік кезеңін Мәншүк Мәметова атындағы колледжде 2003 жыл мен 2006 жылдар аралығында өткізген. Қызметтік жылдардың алғашқы баспалдағы 2006 жылы бүлдіршін балабақшасында басталып, кейін 2009 жылы Шаттық балабақшасында, 2014-2022 жылдар аралығында Гүлсезім балабақшасында ұласқан. Негізгі мамандықтың басты бағыты дефектология саласы болғандықтан, осы бағытта қызметін номері 124 орта мектепте педагог-дефектолог бойынша атқарып келеді. Ұстаздың басты ұстанымы шәкірті арқылы биік белесті бағындыру екені белгілі. Осы жолда жанына ерекше білім беретін оқушылардың таным көкжиегін кеңейтіп, түрлі сайыстар мен байқауларға қатыстырып, жүлделі орындарды иеленіп келеді. Атап айтқанда, 2023-2024 оқу жылында жеткен жетістігі Қойшыбайқызы Ақерке арайлы алтын күз атты байқауға қатысып, дипломмен марапатталды. Кенжебай Еркеназ 2023-2024 оқу жылында Жұлдызай балалар шығармашылығының 18-ші республикалық фестиваль байқауының аудандық деңгейінде өнер көрсетіп, дипломмен марапатталды. 2023-2024 оқу жылында Аманат партиясының ұйымдастыруымен кедергісіз келешек жобасы аясында тең мүмкіндіктер инклюзиялық спорт фестивалінде Қыран тобы 3-ші орынға ие болды. Жұлдызай 2024 ұлттық инклюзивті ойындарының облыстық кезеңінде жоғары дәрежеде спорттық шеберлік танытқаны үшін Қойшыбайқызы Ақерке алғыс хатпен марапатталды. Жұлдызай 2024 ұлттық инклюзивті ойындарының облыстық кезеңінде жеңіл атлетика номинациясы бойынша 1-ші орын алғаны үшін Шамат Ертілеу марапатталды. Жұлдызай 2024 ұлттық инклюзивті ойындарының жеңіл атлетика республикалық жарыстарының 2-ші орын иеленгені үшін Шамат Ертілеу марапатталды. Жұлдызай 2025 ұлттық инклюзивті ойындарының облыстық кезеңінде жеңіл атлетика номинациясы бойынша 3-ші орын алған үшін Шамат Ертілеу марапатталды. Жұлдызай 2025 ұлттық инклюзивті ойындарының жеңіл атлетика бойынша республикалық кезеңінен 1-ші орын алған үшін Шамат Ертілеу марапатталды. Жұлдызай 2025 ұлттық инклюзивті ойындарының орыннан ұзындыққа секіру бойынша республикалық кезеңінде 2-ші орын алған үшін Шамат Ертілеу марапатталды. Сөзімді аяқтай келе, әрбір шәкірттің жұлдызын жағып, жарыққа шығару жолында жанына тынбай еңбек ететін шығармашыл ұстаз деп айта аламын.